Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін керемет судан жасалатын блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің видеомның соңына дейін көруіңізді ұсынамын. Бізге керегі 3 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және үлкен қасықпен 2 қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Аралас болған соң 1 литр судың 200 мг суын құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, блинчигіміз сүтсіз, айрансыз, тек қана су мен жұмыртқадан жасалатын. Және де судың орнына сарыағаш газды суды қосуларыңызға болады. Жақсылап араластырып болған соң 1 литр судан қалған судың барлығын құйып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз керек. Араласқан сұйықтығымызға 1 шай қасық сода салып, араластырамыз. Араластырып болған соң 1 стакан ұнды салып, ақырындап ұнды еземіз. Достар, егерде менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда құпия рецепттермен, тез және оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан мен сіздерді өз каналымда күтемін. Келесі жарты стакан ұнды салып, тағы да езіп аламыз. Бұл жерде мен жарты стаканның өзін 2 бөлікке бөліп езіп алдым. Сіздер де солай жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, ішінде түйірлер қалып кетпеу керек, піскен кезде өте керемет болады. Міне біздің осылай болып шықты массамыз. Мінеке өте қоюда емес, өте сұйықта емес. Енді оның үстіне біз сұйық май құямыз, 3 ас қасықпен. Сосын араластырып аламыз. Пісіретін тапамызды қатты қыздырып, үстіне май жағамыз. 1 ожаумен осылайша құйып, жан-жағына батырып қоямыз. Бәлішіміздің асты пісті, енді келесіде оны аударып, үстін пісіріп аламыз. Блинчигіміз пісті, ыдысқа салып, үстіне сармай жағамыз. Өйткені жұмсақ, әдемі болып тұрады. Блинчигіміз дайын, ыдысымызға салып, дастарханға тартуға болады. Ас болсын.